Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін менің көрсететінім жасап мынандай Малефисентаның бас киімі. Мүйізі деп айтсақ болады. Енді кинофильмде Малефисентаны Анджелина Джоли ойнайды, сонда осындай киіп шығады. Қазір Хэллоуин деген мейрам қосылды, сонда көп адамдар осындай Малефисента болғысы келеді, чудо-женщина болғысы келеді. Сонда керек солардың арасында біреулер құлақ жасайды, біреулер мүйіз жасайды, біреулер мұрын жасайды. Сондайлардың енді өздеріңіз жасап алуға болатын осындай кішкентай не дейді, детальдары өздеріңіз жасап алуларыңызға болады. Міне алдымызда келе жатқан праздникке байланысты мынандай Малефисентаның басында абадук дейік. Сонда мынандай мүйізі бар. Біткен. Дұрыс шықпай қалды енді әдемі. Осындай мүйізді жасаймыз. Осыны жасаймыз. Ол үшін ұзындығы мына жерде жататын 8 сантиметр. Мына жері 8 сантиметр. Önce мына жағын 10 сантиметр алып аламыз. 10 сантиметр. 10 сантиметрден былай қарай түсіреміз. Бұл қанша болады екен? 6,5. Одан кейін тағы да 10 сантиметр. Мына жерге дейін 10 сантиметр. Тағы 10 сантиметр аламыз да, сосын былай қыламыз. Енді мынаны бүйтіп иіп әкелуіміз керек. Мына жағы ғой. Мына жері бүйтіп әкелу үшін мына жерге дейін 10 сантиметр. Одан кейін былай 10 сантиметр. 10 сантиметр. Мына жағы бізде 4 сантиметр. Мына жерге 4 сантиметр. Мына жағы 7 сантиметр екен. Мына жағы 10. Мына жағы 10 сантиметр. Мына жағы 8 сантиметр. Одан кейін резкий поворот былай. Ол тағы да 10 сантиметр. 10 сантиметрге бүйтіп келеді. Оны кейін өзіміз бүйтіп домалатып аламыз. Мына жері ғой, мына жері ішіне қарай кіріп қарап шығады. Оны былай бүйтіп етеміз. Болды, енді осыны 10 сантиметр. Бәрі 10 сантиметр. Осыны қазір мынандай созылатын матамен қаптаймыз. Ішіне синтепон жоқ, синтепонмен жасай саламыз. Мына жағын тоже барқытпен, мынандай қатты барқыт, қатты созылмайды. Мынау созылады. Созылып тұр. Осымен жасаймыз. Үстіп мына жағына қолмен кіргізіп жібереміз. Мына жерінде. Примерно осындай. Все. Енді мынаған бүйтіп кіргіземіз. Мынаның бүйтіп қайқайған жерлерін былай. Сол жерлерді бүйтіп кесіп тастау керек. Вот Малефисентамыздың дайын болды. Абадуктың орнына бізге Малефисентаның алдында біткен несі бар, мысигі бар. Соны жасауымыз керек. Осыған мына нені орнатамыз. Так. Бірінші маңдайды өлшеп аламыз. Маңдайымыз үлкен екен. Так. Давайте 36 алайық. 36, значит 18. Мына центр болады. Мына центр болады да, осы жерден мысик шығу керек бізде. Мысик осы жерден шығады.
мына жерде бүйтіп келеді. Осылай жасаймыз. Одан кейін мына жерде вытяжка жасау керек, өйткені бүйтіп қазір көрсетемін. Осыны бүйтіп кесіп алайық қазір. Мына жерде мына біздің мүйізіміз тұрады. Екінші жағы мынау центр. Мына жерде көз тұрады, поэтому мына мысигі осылай келеді. Мына биіктігін мысигінің тоже 17 сантиметр. Мына ұзындығы тоже 17 сантиметр. 17 сантиметр былай ұзындығы, биіктігі 17 сантиметр. Бірақ мына жерге вытяжка жасаған кезде оны тереңдігі міне 7,5, 7 дейікші, 7 сантиметр. Мына кесілген жері 2,5. Жырғаны. Сонда мынау бүйтіп майысып келіп тұрады. Қазір кесіп аламын. Мына мысигімізді кішкене алып тастаймыз, наверное. Қатты үшкір болып кетті. Осында жетіп қалар. Міне өстіп келеді. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Қазір енді осыны мына қара фетрден кесеміз да. Қара фетрден жасап шығамыз. Так, біткен кезде жерге тағы вытяжка жасаймыз. Материал тауып алдым. Как раз келіп тұр. Жиырма сантиметр қосамыз. Осының арқасына тігіп тастаймыз. Резинканы былай бүйтіп. Басқа жақсы ұсталынып тұрады сонда. Әдемі болып кетеді сонда. Міне біз осылай тігіп шықтық. Алдына мысигіне бір кусок қойдық. Қатты болсын деп, мына алды майысып кетпесін деп. Әдемі болып шықты. 3 вытяжкасымен. Енді осыған бүйтіп мынаны орнатамыз. Мынаны түбіне домалақ қылып киізден тігіп алу керек. Қазір. Одан кейін барып мынаны тігіп тастаймыз. Болды. Міне құрметті көрермендер, менің бас киімім дайын болып қалды. Өздеріңізге ұнап жатса, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды жазып қалдырып отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын, аман есен болайық.